Саламатсыздар ма? Қайырлы күн, менің каналымның көрермендері. Бүгін бізде уақыт бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Бірінші тапсырма салыстыр. 4 сағат 20 минутпен мына 240 минутты салыстыруымыз керек. Ол үшін сағатты минутқа айналдырамыз. 1 сағатта 60 минут бар, ал 4 сағатта 240. 240-қа 20 минутты қосатын болсақ, 260 минут шығады. Мына жақта 240 минут. Демек, мына жағымыз артық деген сөз. Келесі, тәулікпен 3 тәулікпен 2 сағат 80 сағат салыстырамыз. Бір тәулікте 24 сағат бар. 3-ті 24-ке көбейтеміз. Сонда бізде 72 шығады. 72-ке 2-ні қоссақ, мына жақта 74 сағат барлығы шықты. Сонда 80 сағатымыз артық. Екінші тапсырма өрнекте. Мына берілген өлшемді аймен өрнектейміз. 1 жылда 12 ай болса, 2 жылда 24 ай болады. 24-ке 4-ті қоссақ, 28 ай шықты. 4 ғасыр 60 жылды жылмен өрнектейміз. 1 ғасырда 100 жыл бар, ал 4 ғасырда 400 жыл. 400 бен 60-ты қосамыз, сонда 460 жыл шықты. Үшінші тапсырмада есептейміз. 3 ғасыр 80 жыл, 2 ғасыр 40 жылды қосуымыз керек. 3 ғасырда 300 жыл бар, сонда мына жағымыз 380 болды. Мына жерде 2 ғасырда 240 жыл болады. Енді екеуін бір-біріне қосайық. 300 бен 200 500 болады, 80 мен 40-ты қоссаң 120. Сонда 620 жылға тең. Келесі 2 минут 30 секундты 5-ке бөлу үшін 2 минутты секундқа айналдырамыз. 1 минутта 60 секунд болса, 2 минутта 120 секунд бар. Оған 30 секундты қосамыз. Сонда бізде 150 секунд шықты. Оны 5-ке бөлу керек. Ол үшін 15-ті 5-ке бөлеміз. Бұл бізде көбейту кестесінде бар. 15 пен 5-тің бөліндісі 3-ке тең. Артына 0-ды жалғаймыз. Сонда 30 секундқа тең болды. 4-ші тапсырма есепті шығар. Балалар кітапханаға 09:40 минутта кіріп, 11:10-да шықты. Балалар кітапханада неше уақыт болды? Жауабын сағат және минутпен өрнекте. Бұны есептеу үшін шыққан уақыттан кірген уақытты азайтып тастауымыз керек. Мына 11 сағат 10 минут. Одан 9 сағат 40 минутты азайтамыз. 10 минутымыз 40 минутқа жетпейді. Сондықтан мына жердегі 1 сағатты минутқа айналдырамыз. 1 сағатта 60 минут бар. Мына екеуін қосқанда барлығы 70 минут шықты. 70-тен 40-ты азайтамыз. 30 минут қалды. Ал мына жерде 10 сағат қалған еді. 10 сағаттан 9-ты азайтамыз. 1 сағат қалады. Екінші нұсқа салыстырамыз. 1 сағатта 60 минут бар, 3 сағатта 180 минут бар. 180-ге 40-ты қоссақ, 220 минут шығады. Ал мына жағымыз 260. Әрине, осы жағымыз артық. 1 тәулікте 24 сағат болса, 2 тәулікте 48 сағат бар. 48-ге 2 сағатты қосамыз, сонда бізде 50 сағат шығады. Екеуі тең. Екінші өрнекте 3 жыл 2 ай. 1 жылда 12 ай болса, 3 жылда қанша ай болады? Ол үшін 12-ні 3-ке көбейтеміз. Сонда бізде 36 ай шықты. Оған 2 айды қоссақ, 38 ай шықты. Мына жерде мінекей 12-ні 3-ке көбейтіп, оған 2-ні қостық. Сонда мынау ай шықты. Ғасыр. 1 ғасырда 100 жыл бар, 2 ғасырда 200 жыл бар. Енді 200 жылға 50-ді қосамыз, сонда бізде 250 жыл шығады. Үшінші есепте. 1 ғасырда 100 жыл болса, 4 ғасырда 400, қасында 60 жыл бар. Сонда 460. Мына жақта 350 жыл. Екеуін қосамыз. 300 бен 400 қосқанда 700, 60 бен 50 қоссақ 110. Сонда 810 шығады. 810 жылға тең. Енді 1 минутта 60 секунд болса, мына жерде 3 минутта 180 секунд бар.
180, оған мына 20 секундты қосамыз. Сонда бізде 200 секунд шықты. Оны 4-ке бөлеміз. Осы жердегі 20 көбейту кестесінде бар, 4-тің көбейту кестесінде 5-ке тең бөлген десе. Артынан 0-ді қосамыз, сонда бізде 50 секунд шықты. 4-ші тапсырма есепті шығар. Балалар музейге 12:30-да кіріп, 15:20-да шықты. Балалар музейде қанша уақыт болды? Жауабын сағат және минутпен өрнекте. Шыққан уақыттан кірген уақытты азайтамыз. Шыққан уақытымыз біздің 15 сағат 20 минут. Осыдан 12 сағат 30 минутта азайту керек. 20 минуттан 30 минутта азайта алмаймыз, сондықтан сағаттың 1 сағатты минутқа айналдырамыз. Ол 60 минут болады. Екеуін қоссақ 80, 80-нен 30-ды азайтсақ 50 минут қалды. Мына жерде біреуін беріп қойған болатынбыз. 14 сағат қалды. 14 сағаттан 12-ні азайтсақ 2 сағат. Яғни балалар музейдің ішінде 2 сағат 50 минут болған. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сондықтан менің каналымды қолдап, лайк басып, комментарий жазып қойыңыз.